Сәлеметсіңдер ме балалар? 52-ші сабақ лепті сөйлем. Қазақ тілін бастаймыз. 6-шы тапсырма жазбаша орындаймыз. Өлеңді мәнерлеп оқып көрейік. Білгісі келеді. Сұрағы көп ақ тіпті Құралайдың, дегенмен ол орынсыз сұрамайды. Бір күні таңғалдырды Құралайым, тіреусіз бұлттар неге құламайды? Немесе қалай дейді, неге дейді, аппақ қар қара бұлттан себелейді. Мұз неге ерігенде су болады, су неге қайнағанда бу болады. Құралай болса да әлі тым кішірек тұрады, бәрін соның білгісі кеп. Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемдер қандай сөйлемдер? Иә, сұраулы сөйлемдер екен. Құралайдың сұрақтарына түсіндірме сөздіктен жауап іздеп көрейік. Бұлттар ауа құрамындағы су буының қоюлануы нәтижесінде пайда болады. Бұлттарды құрайтын су түйіршіктерінің және мұз кристалдарының көлемі ұлғайып, олар бұлттан бөлініп, атмосфераға жауын-шашын түрінде жер бетіне түседі екен. Әдемі гүлдер, жүзімнің тәттісін-ай сөздерін қатыстырып, екі лепті сөйлем құрастырып жазыңдар. Балалар, 7-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Сөйлемдерді көркемдеп жазамыз. 9-шы жаттығуды жазбаша орындаймыз. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өзің қайта құрастырып жаз. Және мәтіннің қай түрі екенін мәтінге тақырып қоюды ұмытпа. Балалар, 10-шы жаттығуда ауызша орындаймыз. Көп нүктенің орнына сұрау немесе леп белгісінің тиісін қойып өлеңді мәнерлеп оқы. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.